Аха. Жақсы, бұл сенің жаныңа ең жақын деген 10 адамың. Ал енді осы 10 адамның ішінен 4 адамды өшіре қой. Қане? Аха, жақсы. Енді осы 6 адамның ішінен тағы да 2-ін өшіре қой. Қане? Төрт адам қалды, я? Жақсы. Енді осы 4 адамның ішінен тағы да 2-ін өшіре қой. Неге сонша ойландың? Белгілі бір 2 адамды? Жоқ, мен саған мына адамды өшір деп тұрған жоқпын ғой. Өзің ойланып, толғанып, өшіре қой 2 адамды. Қане батылырақ. Жылама, мен саған белгілі бір адамдарды өшіріп таста деген жоқпын ғой. Ауыр сөз айтпадым. Өзіңнің қалауың бойынша 2 адамды өшіре қой. Жақсы. Күйеуім және балам. Енді осы 2 адамның ішінен тағы бір адамды өшіре қой. Қане, жылама бол енді. Аха, асықпай ойланып, енді 2-інің 1-еуін өшір. Жақсы, осы 10 адамның ішінен қалған күйеуіңді ғана қалдырыптың. Неге сені 9 ай, 9 күн көтеріп, сені толғатып, ауырлығына шыдап, түн ұйқысын 4 бөлген ата-анаңды қалдырмадың. Және сен өзің өмір сыйлаған бауыр етің балаңды да өшіріп тастадың. Неге сен күйеуіңді ғана қалдырдың? Әрине, осы тақтаға жазылған әрбір адам мен үшін өте қымбат. Оларды өшіру әрине маған да оңайға соққан жоқ. Әкем мен анам ол Алланың тағдыры. Алла тағала маған ата-анамды таңдады. Күндердің бір күнінде ол кісілерде күндері жетіп, ана өмірге қайтады. Ал перзенттерім есейіп, ер жетіп, үйленеді. Сосын аяқтарынан тік тұрған соң, әр түрлі себептермен менен алыстап кетеді. Сол кезде жанымда қалатын ең жақын адамым ол менің күйеуім. Өмірімнің ең соңына дейін менімен бірге өмір сүретін ол менің күйеуім. Күйеуім менің жәннатым.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде күйеуін разы етпеген әйел жаннаттың иісін сезбейді деген. Сондықтан мен күйеуімді таңдадым. Сен өте дұрыс таңдау жасадың. Және бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты да осы болатын. Қыздар, және осы сабақты өмір бойы естеріңізде сақтаңыздар.